Шахматтық төрешілердің назарына 2023 жыл Астана қаласы сәуір айы әлем чемпионаты үшін матч болды. Осы матчтың бас төрешісі Небойша Баралич, оның орынбасары Герхард Бертаньоли және фейрплей офицер Гопакумар деген осындай семинар өткізді. Осы семинармен бөлісуді жөн көрдім. Видео ұзақ болады, егерде шыдамыңыз аз болатын болса, онда келесі видеоға көше беріңіздер. Сонымен кеттік. Бірінші мәселе, екі адам шахмат ойнап отыр. Бұл ресми жарыс па, ресми жарыс емес па деген сұрақ туындайды. Әрине бұл ресми жарыс емес, өйткені тамақ ішіп отыр, екеуі малжаңдап отыр, бәрі шашылып жатыр деген сияқты. Бұл ресми жарыста бұлай әрине өзіңді ұстауға болмайды. Келесі мәселе ол дресс-код мәселесі, немесе киім үлгісі. 2024 жылы рапид бойынша әлем чемпионатында Магнус Карлсонға ескерту берілді. Сіз джинсымен келдіңіз, киім үлгісін бұздыңыз деген, және осы киіміңізді ауыстырып келуіңіз сұраймыз деді. Содан кейін айыппұл тағылды. Кімге? Магнус Карлсонға. Бірақ Магнус айтты, кешіріңіздер, мен бәрін түсініп тұрмын, бірақ мүмкіндік бар болса келесі күні ауыстырып келсем бола ма? Жоқ деді бас төреші, сен міндетті түрде киім үлгісіне сәйкес тәртіптерді, талаптарды орындау керексің деді. Онда мен бұл жарысқа қатыспай, мен кеттім деді. Сонымен кетіп қалғаннан кейін блицте пайда болды. Джинсыға байланысты Аркадий Владимирович Дворкович, FIDE-нің басшысы, арнайы хабарлама берді. Джинсымен енді осындай ресми жарыстарға қатысуға болады деген нәрсе болды. Енді осындай қызық жағдайлар болған. Кеттік. Бірінші мәселе ол Антон Ковалев, FIDE World Cup дейді, әлем кубогы, Тбилиси қаласы, Грузия, 2017 жыл 3-ші раундта. Мынау енді Антон Ковалев, мынау енді пасам Давид Навара. Осы төрешілер айтты, мына шортыңды ауыстырып кел деді. Және әлемдік осындай талаптар FIDE-нің және европалық ережелерге сәйкес осындай талаптарды көрсетеді. Енді сұрақ туындайды. Мына адам шортымен отыр. Неге төреші келіп оған айтпайды? Сіз, құрметті адам, өзіңіздің шортыңызды ауыстырып келіңіз, бұлай жарысқа қатысуға болмайды деп. Бірақ емін-еркін ойнап отыр. Кім болды екен? Әрине бұл Магнус Карлсон. Европалық клубтар чемпионатында Порто-Карас, Греция, 2018 жыл 4-ші турда Магнус Карлсон емін-еркін шортымен жайбарақат ойнап отыр. Ағылшын тіліне мен хабарым аздау, соған байланысты егерде мен қателесетін болсам, о бастан кешірім сұраймын. Келесі мәселе ол қол алысу, қол берісу ережесі, немесе рәсімі деп айтуға болады. Мына жерде Найджел Шорт, Ұлыбританияның үздік шахматшысы, және Иван Чепаринов, Болгарияның үздік шахматшысы, екеуі бір мәселе бойынша ымыраға келе алмады. Сол себепті Найджел Шорт қолын ұсынып отыр. Бірақ Иван Чепаринов айтты, ренжімеңіз, мен сіздің қолыңызды алмаймын, және қол алысу рәсіміне қатыспаймын деді. Бұл Wake and Zay деген жарыс бар, қазір Tata Steel деп аталады, 2008 жыл 8-ші раундта. Осы қол алысу, қол берісу рәсіміне қатыспаған үшін Иван Чепариновке айтты, сіз ұтылдыңыз, ал Найджел Шорт ұтты деді. Содан кейін Иван Чепаринов, мына жігіт Болгарияның, бұған байланысты шағым білдірді, наразылық білдірді. Комиссия бұны қарастырғаннан кейін екеуі қайттан партия ойнады, бірақ сонда да Найджел Шорт жеңіп алды бұл партияны. Бірақ ережеде жазылмаған, міндетті түрде сіз қол алысып, қол берісу керек деген талап жоқ. Ковид кезіндегі болған жағдайлар, бұлай адамдар амандасты, бір-бірімен енді бәріміз қорқтық, осы қолдан жұғады екен деген ақпарат келіп түсіп атқан. Үшіншісі, сіз алаяқсыз ба, немесе алаяқтыққа жақынсыз ба дегенді білдіреді. Бірінші мысал, ол Гайос Нигалидзе, аты айтып тұр, Грузия мемлекетінің ойыншысы, Аляйн, Біріккен Араб Әмірлігі, 2015 жыл 6-шы турда осындай жағдайға, мені көрдіңіз, мынақта бүкіл позиция тұр,
қолға түсті. Қаз білесіздер, Кирилл Шевченко, ұмытпасам, осы жағдаймен де қиын жағдайда өткені Испанияда ол қолға түсті. Осындай алаяқтық жасаған үшін. Келесі мәселе, мына рет-ретімен қалай адамдар өзінің алға қарай ұмтылатынын көрсетіп тұр. Мына рейтингтің қалай өсетінін көрсетіп тұрады. Мысалы, көрдіңіздер ме? Рейтинг деген тез арада қалай өскенін көрсетіп тұр. Осы алаяқтықтың арқасында. Бұл енді өте күрделі, қиын мәселе. Көп адамдардың әрине ол дәлелденбеген, соған байланысты осындай жағдайлар. Міне енді рейтингтердің қалай өсуі, содан кейін қалай қосылады, қалай алынады, осының барлығы. Келесі адам ол Игорь Раусис, Страсбург, Франция, 2019 жыл 3-ші раундта міне телефон пайдаланылған, туалетте отырғаны көрініп тұр. Келесі мәселе 5-ші, ол фигураны ұстадың ба, ұстаған жоқсың ба деген сұрақ туындайды. Атақты жағдай, Левон Аранян қазір Америка құрама штаттарының ойыншысы, ал сол кезде ол мүмкін Армения мемлекетінің шахматшысы болды. Және Хикару Накамура мына қолмен ұстады. Бұл үміткерлер жарысы Мәскеу 2016 жыл 6-шы турда. Бірақ Накамура айтты, мен ұстаған жоқпын, мен ештеңе істеген жоқпын. Онда Левон Аранян айтты, онда ренжіме, мен қазір камераны көтерем, соң кейін сенің бүкіл ар-ожданыңды, қадір қасиетіңді және жалпы сен туралы бүкіл ақпаратты қазір енді көрсетем деді. Содан кейін ғана камераны қазір көрсетем, қазір бас төрешіні шақырам деп қорқытып жасатпаса, онда Накамура мойындайтын түрі жоқ. Мен ұстаған жоқпын, тиіскен жоқпын деген сияқты. Шахмат ережесіне сәйкес фигураларды ұстадыңыз ба, міндетті түрде онымен жүру керек. Бұл енді атақты жағдай, Аранян және Накамура арасындағы жағдай. Міне интернеттен де көрсеңіздер болады. Келесі мәселе, мына ойыншылардың өз орнында отырмауы. Бұл енді әлем чемпионаты атағышын матч 2021 жыл Карлсон және Магнус Карлсон, Норвегияның шахматшысы, және Ян Непомнящий арасындағы матч. Ресей Федерациясы мынау атақты Рустам Машукович Касымжанов, Өзбекстанның үздік шахматшыларының бірі. Мені көрсеңіздер, екеуі бұлай ойнап отыр. Келесі видеода бұлай ақырындап тұрады. Рустам Машукович қарап отыр, және екеуі де жоқ. Көрдіңіздер ме? Екеуі де шахмат тақтасында жоқ, екеуі де басқа бір жерде жүр деп отқаным ғой. Бұл қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс екенін де тағы да бір рет айтылады. Келесі мәселе 2023 жыл Астана әлем чемпионаты атағышын матч, бірінші партия. Мынау енді Ян Непомнящийдің пиджагына ұқсайды, ал мынау Динклереннің пиджагына ұқсайды. Екеуі де жоқ. Мынақта көрініп тұр, Қытай Халық Республикасының туы, мынақта Фиденің. Өткені Ресей Федерациясының атынан шығуға рұқсат жоқ. Міне екеуі де жоқ. Жетінші мәселе, бұл жерде елу жүріске байланысты. Егер де елу жүрістің ішінде ешқандай фигуралар, ешқандай сарбаздар айырбастамайтын болсаңыздар, онда ойын тең аяқталады. Енді көрейік. Адли деген шахматшы бар, ұмытпасам, Египет болу керек. Египеттің үздік шахматшыларының бірі, және Флорес. Блиц бойынша әлем чемпионаты Доха, Катар 2016 жыл. Бұл жерде мына тура мен патша мен тура, ал қарсыластығы патша мен ат. Осыны екеуі қанша партия жүргенін көрсетеді. Міне көрдіңіздер ме? Қаншама жүрістер болып жатыр. Міне патша, ат және тура және патша. Екеуі деген соңына дейін ойнады, бірақ сонда да бұл мәселе шешілген жоқ. Көрдіңіздер ме? Барлығы әдемілеп тұрып айтылады. Осы туралы ұмытпаңыздар. Мына елу жүріс деген өте маңызды ережелердің бірі. Елу жүрістің ішінде ешқандай не болмайтын болса, мысалы айырбастау болмайтын болса, сарбаздарды және фигураларды айырбастамайтын болсаңыздар, онда партия тең аяқталады. Сегізінші мәселе, елу жүрістің ішінде кейбір кезде
бұндай жағдайлар болмайды. Бұл енді Иван Шарич арасында және Сардана арасындағы нәрсе. 2019 жыл міне 73-ші жүріс, 73-ші және 125-ші жүріс. Міне мынандай жүріс. Осындай жағдайда шах қарсыласқа шах береді, мынау былай жүреді, содан кейін пілмен мына жерге барады да шах дейді, былай және тура h8 мат деп қоюға болады. Енді уақыт аяқталды, бірақ фигуралар жетіспейді. Фигуралар жетіспейді деген сияқты сұрақ туындайды. Бұл енді атақты жағдай. Алириза Фирузджа, ол кезде Иран мемлекетінің шахматшысы болатын, қазір Франция атынан, және Магнус Карлсон арасындағы партия. Блиц бойынша әлем чемпионаты Мәскеу 2019 жыл. Осы жерде Фируджаның уақыты аяқталды, және Фируджа айтты, бұл партия тең аяқталу керек, өйткені қарсылас маған мат қоя алмайды деді. Және ресми апелляция берілді, бірақ комиссия бұл мәселені талқылады және кооперативті мат дегенді көрсетті. Мынандай жағдай болуы мүмкін, және мына піл мына патшаға мат қоя алады. Мат қою мүмкіндігі бар. Сол себепті әрине Магнус Карлсон жеңді. Келесі мәселе, бір қолмен ойнау керек. Ол міндетті түрде. Ол қандай шахматты тек қана бір қолмен ойнау керек. Екі қолмен ойнауға болмайды. Мысалы, Мастро Василис және Алириза Фирузджа арасындағы жағдай, қайтадан әлем чемпионаты Блиц бойынша Варшава, Польша мемлекеті 2019 жыл 10-шы партия. Бұл жерде көрсеңіздер болады, Мастро Василис екі қолмен ойнайды. Екі қолмен ойнауға болмайды. Келесі мәселе, мысалы, шахмат тақтасында екінші уәзір жоқ. Екінші уәзір жоқ, сіз не істейсіз деген сұрақ туындайды. Бұл жердегі жағдай Дуда мен Ян Кшиштоф Дуда, Польшаның үздік шахматшыларының бірі, және Демченко арасындағы жағдай. Бұл европалық Блиц чемпионаты Катовице, Польша 2021 жыл 14-ші раунд. Ян Кшиштоф Дуда уақытты тоқтатты, тоқтатқаннан кейін уәзірді тапты, тапқаннан кейін оны сарбазды уәзірге айналдырды. Айналдырды, осындай жағдайлар болады кейбір кезде. Қасында уәзір жоқ болатын болса, міндетті түрде уақытты тоқтатуға мүмкіндік бар, тоқтатасың және уәзірді іздеп қоясың деп жатқан. Енді келесі мәселе, бұл 12-ші Ян Непомнящий Ресей Федерациясының шахматшысы және Накамура арасындағы жағдай. Хикару Накамура көрсеңіздер, екі қолмен ойнап отыр. Бір қолмен патшаны, бір қолмен тураны ұстады. Әлем кубогы Баку, Әзербайжан мемлекеті 2015 жыл 3-ші раунд. Армагеддон. Армагеддон деген не? Ақтарға 5 минут беріледі, ал қараларға 4 минут беріледі. Сол себепті ақтар міндетті түрде оту керек, ал қаралар болса, оларға тең аяқталса да болады. Қанша қараңыздар, қаншама арбитрлер қарап отыр, бірақ сонда да екі қолмен емін-еркін ойнап отыр. Хикару Накамура және Ян Непомнящий арасындағы партия. Кейбір гроссмейстерлер мына позицияның 3 мәрте қайталануы және жүрістердің 3 мәрте қайталануы туралы ақпарат аздау. Кейбір олар деген міндетті түрде оқу керек. Бұл жерде мынау Алексей Дреев, Ресей Федерациясының мықты шахматшысының бірі, мынау Ван Хао, Қытайдың үздік шахматшыларының бірі. Әлем кубогы Тромсе қаласы, Норвегия 2013 жыл 2-ші раунд. Бұл жерде Ван Хао мына позицияның 3 мәрте қайталануына байланысты және жүрістердің 3 мәрте қайталануына байланысты қателік жіберді. Бұны сіздерге айта кетейін деген. Сонымен 14-шісі екі жақта ақтарда және қараларда заңсыз ережеге сәйкес емес жүріс жасады. Бұл жағдай 2017 жылы Блиц бойынша әлем чемпионаты Эр-Рияд болу керек. Бұл деген және 1-ші раундта Магнус Карлсон, Норвегия мемлекеті және Эрнесто Инаркиев Ресей Федерациясы болу керек, бірақ кезінде Қырғызстанның шахматшысы болған. Екеуі де ережеге сәйкес емес жүріс жасады. Мүмкін емес жүріс деп кейбір кезде аударады бұны. Бұған байланысты Инаркиевке не берілді? Ұтылды деп айтты. Бірақ Инаркиев
барды да наразылық білдірді, бірақ комиссия бәрібір айтты, сіз бірінші болып ережеге сәйкес емес жүріс жасадыңыз, соған байланысты осыны ұмытпаңыздар дейді. Міне, кім бірінші жасайды, сол әрине кінәлі болады. Фигураларды ұстау және оларды түзету мәселесі. Мысалы байқасаңыздар, әлем чемпионаты үшін матч Дубай, Біріккен Араб Әмірлігі 2021 жыл 9-шы раундта Магнус Карлсон мына F6-дағы атты ұстады да, содан кейін жүрмей қойды. Бұны камера көрді, бірақ Ян Непомнящий көрген жоқ. Осындай жағдайлар Магнус Карлсон да бұндай жағдайларды жасайды деп отқаным ғой. Келесі, кейбір жағдайларда арбитр деген не істеу керек деген сұрақ. Ештеңе істей алмайды деп отқаным ғой, ештеңе істей алмайды. Мынау Теклов және Петросян арасындағы жағдай. Блиц бойынша әлем чемпионаты Варшава, Польша 2021 жыл 10-шы раунд. Бұл жерде Теклов құлайды. Өзінің орындығынан өзі құлайды. Осындай жағдайлар болады. Енді төреші не істейді? Ештеңе істей алмайды. Енді кейбір гроссмейстерлер міндетті түрде ережелерді оқығаны дұрыс дейді. Мына Козак және Инджич арасындағы жағдай. Блиц бойынша әлем чемпионаты Варшава 2021 жыл 10-шы раунд. Және байқасаңыздар, мына соңғы қатарда сарбазды уәзірге немесе басқа бір фигураға айналдырған жоқ, немесе өзгерткен жоқ. Осындай жағдайлар. Немесе мынандай жағдайлар екі қолмен, мына Инджич Александр болды, ұмытпасам, жақында Европа чемпионы болды. Осы Александр Инджич екі қолмен ойнағаны сағатты да және шахмат тақтасында да екі қолмен ойнағаны әрине дұрыс емес, ережеге сәйкес емес. Енді Каспаровтың мәселесін көрейік. Гарри Кимович Каспаров және Веселин Топалов арасындағы жағдай. Синфилд Кап. Мына Рекс Синфилд деген мықты шахматшы бар. Сент-Луис, Біріккен Америка құрама штаттары 2018 жыл қыркүйек айы. Міне көрдіңіздер ме, соңғы қатардағы сарбаздың пайда болу, бұл деген үлкен енді ережеге сәйкес емес. Міндетті түрде өзіңіздің фигураңызды сіз уәзірге немесе басқа бір фигураға айналдыруыңыз керек. Топалов деген ол атақты Болгарияның шахматшысы Веселин Топалов. Және мына жерде төреші Максим Вашиелаграф және Фабиано Каруана арасындағы жағдайды тамашалап отыр. Мықты. Енді киімге байланысты әртүрлі суреттер, мынандай, енді видео ұзаққа созылып кетті. Енді blind player деген сөз көзі нашар көретін адамдардың жағдайларында осындай болады дегенді білдіреді. Енді осы жердегі қателікті табыңыз дейді, қателікті табыңыз. Мысалы, Веселин Топалов және Накамура арасындағы гран-придегі болған жағдайлар. Дұрыс емес, 1-2 деген белгі деген дұрыс емес. Және мынандай, егерде тең ойын болатын болса, сіз мынандай белгі қоюларыңыз керек. Енді міндетті түрде төреші қарау керек және тағы да бір рет қарау керек деп айтады. Міне сағатқа қарау керексіз, міндетті түрде сағатта не болып жатыр, міндетті түрде қарау керексіз. Мынау Ян Непомнящий және Магнус Карлсон арасындағы матчтан үзінді. Және мына фигуралардың құлап жатқанын қарау керексіз. Бұндай жағдайларда болдырмауға тырысу керексіздер. Содан кейін соңына дейін төреші бәрін қадағалап, бәрін қарап, барлығы уақытылы дұрыстап тұрып неті керек, реттеп қою керек. Енді мынау мына Герхард Бертаньоли, бұл Герхард Бертаньоли кезінде мына әлем чемпионаты ағышын матчтың төрешісінің орынбасары болды. Мынау енді атақты Әзербайжан мемлекетінің шахматшысы Шахрияр Мамедьяров. Мынау Теймур Раджабов, егерде ұмытпасам. Кеттік, уақытты міндетті түрде белгілеу керек. Кімде ақтарда қанша уақыт, қараларда қанша уақыт. Міндетті түрде осыны қарап тұру керек. Енді Фабиано Каруана және мына ойыншы арасындағы жағдай, мына артынан танымай тұрмын. Енді әртүрлі сұрақтар. Мен осындай ақпаратпен сіздермен бөлісуді жөн көрдім.